Биыл мемлекет және қоғам қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлының саяси қастандықпен қаза тапқанына 20 жыл толып отыр. Арада бірнеше жыл өтсе де, бұл іс бойынша қойылған сұрақтар әлі толық жауап тапқан жоқ. Осыған байланысты 11 ақпан күні Алматыда Алтынбек Сәрсенбайұлының қазасына қатысты еске алу шарасы өтті. Оған саясаткердің отбасы, достары, мемлекет және қоғам қайраткерлері қатысты. Қаралы жиында саясаткер Төлеген Жүкеев, экс-министр Дархан Мыңбай, қорғаушы Евгений Жовтис, қоғам қайраткері Марат Тоқашбай және мәжіліс депутаты Ермұрат Бәпи сөйледі. Ол тек режимнің қанды қылмысы емес, ол сол режимді басқарған адамның қанды қылмысы. Ол мүлдем болбасыз, абсолютті қанішерлік деп баға беру керек. Оны басқаша айту мүмкін емес. Алтекен қаза болардың алдында бірнеше ай бұрын билік қылмыстық сипат алған кезде қылмыс билікке айналып шығады деген керемет афоризмде лайық сөз айтты. Сол айтқаны айна қатесіз келді. Өзі сол қылмыстық биліктің қолынан опат болды. Қылмыстық билік қолын сөйтіп тағы да қанға бояды. Ол тәуелсіз мемлекет құру жолында саяси бәсекенің құрбаны болды деп айта аламыз толық. Оны құрбандыққа шалған адамдар бар. Ол уақыттың еншісі, мынау Жанболат аға кеше жазғандай шейіт болды. Сосын Алтынбектің жаңа афоризмін айтып жатырсыз ғой, тағы бір афоризм бар еді. Адамдар дейді. Адамдардың ақылынан ақша сасқан кезде адасады дейді. Бұл сөзді ол жиі айтатын. Қазір біздің қоғамда ақшасы көп адамдар көбейіп кетті. Солар ақылынан адасып жүрма деп мен кейде ой келеді маған. Мен сіздердің естеріңізге салғым келеді, жаңа 1 минуттық роликте Алтынбектің бір жақсы сөз айтылды. Нам нужна ответственная и объединенная оппозиция деді. Осы Алтынбек оппозицияға келгеннен бастап қоғамда протесттік күштердің бірігуі басталды. Оны мен неге айтып жатырмын? Өткенде қайта жаңғырту емес, қазіргі қоғамның есіне салғым келеді. Алтынбектің келуімен естеріңізде болса, әділетті Қазақстан деген қозғалыс құрылды. Әділетті Қазақстанның базасында Қазақстандағы барлық оппозициялық партиялар бірікті. Осында Болаттар жүрді, Ораз жүрді, бәрі түгелдей. Тіпті коммунистер де келді. Жаңа өздерінше өз бетінде өз саясаттары болған, өзінің ұстанымы болған алға барлығы келді. Жеке азаматтар қосылды осы әділетті Қазақстанға. Соның негізінде әділетті Қазақстан қозғалысы Қазақстанның бірлескен оппозициялық күштерінің өкілі ретінде президенттікке кандидат ұсына білді. Бұны айтып отырған себебім, осы Алтынбектен кейін Қазақстан оппозициясының қарсылық күшін біріктіретін мықты кемеңгер идеолог болмады. Соның салдарынан бізде кейіннен біртіндеп оппозициялық күштер ыдырады, тарады. Мына Болат пен Ораздар қанша күш салғанымен биліктің қарсылығы бар, қоғамның салғырттығы бар, басқа да әрекеттер бар. Соның салдарынан біртіндеп келді де жаңағы әділетті Қазақстан да ыдырады, саяси күштер де ыдырады. Қазір біздің қоғам былай қарағанда былай бытыраған, ала-құла, сондай біріккен күші жоқ, осындай қоғамға айналды. Алтынбек Сәрсенбайұлының туған ағасы, белгілі журналист, қоғам қайраткері Рысбек Сәрсенбайұлы бұл істе Назарбаевтардың қатысы барын айтып, олардың заң бойынша жауапкершілікке тартылуын талап етті. Мына қылмысты аштыруға басты тапсырыс берушілерден бастап соңғы тапаншаның шөппесін басқандарға дейін қайта қаралу керек, ашылу керек деген талап қойып отырмыз. Ресми түрде. Бұл талапты біз қалайда орындатамыз, орындауға тиіс. Оның
дағы мақсатымыз кек қайтару емес. Біз кекшіл емеспіз. Қанымызда, тегімізде ондай кекшілдік жоқ. Бірақ біз соларды Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлынан бастап, оның отбасының мүшелері бар, басқалары бар, айналасы бар. Солардың бәрін жазаға тартқызуымыз керек. Не үшін? Ондағы мақсатымыз осындай қасіреттердің Қазақстан тарихында болашақта ешқашан қайталанбау үшін. Бұған заңдық, моральдық, саяси негізден қалауымыз керек. Халықтың санасын, мәдениетін, күрескерлігін сондай деңгейге көтеру үшін, солай болу тиістігін дәлелдеу үшін біз олардың бәрі сотқа тартылуын талап етеміз. Бұдан бөлек жиын барысында қылмысқа қатысты жаңа мән-жайларды жариялау, тергеудің бұрмаланған тұстарын көрсету және істі қозғау қажеттілігі туралы мәлімдеме жасалды. Оны заңгер Маржан Аспандиярова оқып берді. Мәлімдемеде басты күдіктілер ретінде Нұрсұлтан Назарбаев, Дариға Назарбаева, Рахат Әлиев және Нұртай Әбіқайлардың аты аталды. Жиынға келген құқық қорғаушы Евгений Жоптиске бірқатар сұрақтар қойдық. Оның айтуынша 11 ақпанда жасалған мәлімдемеде аты аталған адамдардың қылмысқа қатысы болуы әбден мүмкін. Ну, как я сказал в своем выступлении сегодня, то есть мы должны выбирать из фигур, у которых, как я уже говорил, у которых, ну давайте начнем, были политические мотивы для этого. Второе, были достаточные финансовые и административные ресурсы. Была готовность к ликвидации политического оппонента. Вот, как я уже сказал, люди, которые имеют такие возможности в 2006 году или имели, их можно было достаточно легко перечислить по пальцам одной руки. Начиная от господина президента, его зятя, председателя Сената, бывшего руководителя органов национальной безопасности, так сказать, вот определенный круг. Значит, дальше нужно смотреть, куда выводит линия расследования, которая, естественно, никуда не повела, потому что ее, так сказать, аккуратно, скажем, ограничили вот этой личной местью господина Тимбаева, который, конечно, возможно, был каким-то там передаточным звеном, но, конечно, не был ни заказчиком, ни даже организатором. Тут для этого нужно просто его представлять себе уровень этого человека, его характер. То есть это такой научный сотрудник, а не организатор, а не глава мафии. Поэтому тут те фигуры, которые вот, есть в заявлении Респека Сарайбайлы, которое подано сейчас, эти фигуры вполне возможны. Никого из них, естественно, не предрешаю, презумпция невиновности и так далее, но у них есть ресурсы, или были ресурсы, и у них был политический мотив. Поэтому среди них можно, так сказать, искать, кому это было выгодно. Но есть еще один небольшой шанс, о котором тоже говорили в 2006 году, что это был эксцесс исполнителя, что прямого указания, так сказать, на ликвидацию не было, а были какие-то процессы, которые привели к такому вот, так сказать, выходу ситуации из-под контроля. Вот. Но для того, чтобы точно знать, надо их хорошо расследовать. То есть нужно восстанавливать всю хронологию событий, произошедшие события, все обстоятельства. Чего сделано не было. Не было, как я уже сказал, по чисто политическим причинам. Последний вопрос. А как изменилась политика Казахстана после смерти Алтынбека Сәрсенбаева? Понимаете, вот я сейчас отвечал на этот вопрос. Казахстанская политика, она никогда не была низовой. Она у нас оппозиционная политика, она у нас была верхушечной. То есть оппозиционная политика в основном была связана с расколами элит в своем верху. То есть когда переходили в оппозицию бывший премьер-министр, например, Кожегельдин, или бывший министр энергетики Аблязов, или бывший вице-премьер Жакиянов и так далее. То есть когда вы, или даже бывший генеральный прокурор Тоекбай. Когда вы видите переход таких серьезных политических фигур в результате раскола внутри элит в оппозицию, это, естественно, очень стимулирует оппозицию. То есть это такое является таким, ну, скажем так, точкой сборки, потому что возникает возможность реального влияния на политику, борьбы реальной, конкурентной, потому что это серьезные фигуры, с серьезными ресурсами и прочее, прочее.
Я напомню, что атаки на эту оппозицию начались еще задолго до убийства Алтынбека. Это и выдавливание в эмиграцию господина Кожегельдина, это и посадки господина Джекиянова и господина Аблязова, и дальнейшее, так сказать, давление на оппозицию. И я думаю, что вот убийство Алтынбека это было такой уже, можно сказать, что последней точкой такой серьезной, тяжеловесной политической борьбы, где оппозиция играет серьезную роль. Ну, еще до этого было убийство господина Нуркадилова. То есть вот это, как бы, так сказать, такое уже подведение итогов. И после его убийства по существу разговаривать о серьезной оппозиционной политике с участием серьезных фигур с амбициями и претензиями уже было невозможно. Потом это закончилось в 2012 году окончательным, скажем, запретом там, демократического выбора Казахстана, Алги и так далее, и так далее. И потом до 2020 уже окончательно еще раз ДВК и Коши-Партиясы. И вот этот результат уже, то есть как бы такое прекращение каких-то возможностей системной политической оппозиции. А его убийства были такой очень четким переходным моментом, когда уже устрашение, что будешь высовываться, будешь бросать вызов, значит, можешь вот так закончить. Жиын соңында Алтынбек Сәрсенбайұлының отбасы және жақындары зират басына барып Құран бағыштады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаху ахад, Аллаху самад. Лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Allahu la ilaha illa huval kayyum. La tahfuzu sinatu ve la nawm. Ve selamun alal mursalin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ya Sultan Tağalam, okuduğuna sıhhasiyet Kur'an ayetlerinin bolğan savapты bizning bugungi safarımızga sebepçi bolup oturgan Сәрсенбайұлы Алтынбек бауырымыздың арбағына, Сәрсенбай ағамыздың арбағына, Күліхан әпкеміздің арбағына, осы жерде жатқан басқа да аттары аталған, аталмаған, осы біздерден дәметкен арбақтардың баршасына тие берсін. Күлесінің жатқан жерлері, жарық топырақтары торқа, имандары саламат болсын. Берекеттерін артындағы бүрін бұтақтарына беріп, бәре-жаладан, көлдеген қазадан сақтап, Алла Тағала ұрпақтарының бағына ашып, елі аман, бейбітшілік заман болсын.